Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Құндыз апамыздың сұрағы, жігіттеріміз сақал қойып алып, 80-дегі шалдарға ұқсап, балақтарын қысқартып алып жүргендер бар, соған не дейсіз депті. Кино дей бермей деп айтты. Апамыз сұрақты өте орынды, яғни болып жатқан елдің ішінде жүрген балдарды көріп айтып жатыр. Ал кино дей бермей дегені, бұл киноның өзі жүректі қатайтатын кинолар бар. Содан сабақ алатын киноға ауыстырыңыз. Өзіңізді өзгертетін, мінезіңізді жақсартатын, үлгі алатын киноға өзгертіңіз дегенім. Бұзық, атыс, шабыс, ұрыс, керіс, бір-бірін өлтіру болып жатқан киноларды, басқыншылық, мафия деп атқан киноларды, ол адамды аямай атқан кезде жүректер қатаятты, содан үлгі алып қалып, басқаларға күш көрсетіп, басқаларға мінез көрсетіп жүрген адамдар турасында айттым. Ал енді сақал қойған жігіттер турасында айтайын, жақсылар. Сақал, қай ата-бабамыздың жүзінде сақал болмады? Суретін көрсетіңізші, атам болмаса көкем деп. Бұрынғылар 40-тан асқан кісілердің бәрлігінде сақал болған. 40-тан асқан кісілердің бәрінде сақал болған. 80-дегі деп айтпай, 40 соның жарты жасы. Ал батырлардың, билердің міндетті түрде сақал болған ата-бабамыздың. Білдіңіздер ме? Батырлардың, билердің жүзінде сақал болған. Яғни ақылгөй даналардың жүзінде сақал болған бәрінде. Сол сақал, бұл қасиетті сақалды абыройын түсірген, шындығында да уахабист болып жүргендер, сәләфи болып жүргендер, теріс ағымда жүргендердің бәрлігі осы сақалдың абыройын түсірді. Сақал қойса болды, уахабист бекен деп шыға келеді. Сақал қойса болды, сәләфи мекен, осы уахабист бекен, адасып кеткен бір өміс бекен деп шығады. Сақалын көреді, сосын барып балағын көріп жатады. Ең бірінші, бұл сақалдың қадір қасиеті, жақсылар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның түбегейлі сүннеті, бізге үйретіп кеткен сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтты: сақалды өсіріңдер, мұртты қысқартыңдар деді. Сақал қою сүннет, сақал қою жүздің нұры. Яғни жүздің көркі сақал, сөздің көркі мақал деп айтып кетті ата-бабамыз. Жаратылысымызға берген Құдайдың сыйлығы сақал.